Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен француз круассанын бір жасағаннан өте керемет шығатын рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға сүт пен суды құямыз, оған тұзды саламыз және қантымызды саламыз. Аштығымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ертілген сармайымызды қосып бір араластырамыз және ұнымызды аз-аздан қоса отыра жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салмайтын боламыз. Ұнның жартысын салып, қасықпен осылай жақсылап араластырып аламыз. Біздің ұндарымыз суда жақсы еру қажет. Түйірлері аз болғаннан соң қалған ұнымызды салып, қамырымызды қолмен илейтін боламыз. Қамырымыз біздің өте жұмсақ болып шығады, қолға жабыспайтындай болып шығуы қажет. Бетін 1 сағат немесе 2 сағатқа жауып, жылы жерге қалдырамыз. Біздің қамырымыз дайын, өте керемет көтерілген. Енді осы қамырды алып, 6 немесе 10 бөлікке, майда бөліктерге бөліп алатын боламыз. Достар, алдағы уақытта менің каналымдағы жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Қамырды осы видеодағыдай 6 немесе 10 бөлікке бөліп шығамыз. Енді қамырымыздың әрқайсысын осылай оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Біздің қамырымыз өте жұқа болған сайын біздің тестамыз өте керемет болып шығатын болады. Сондықтан барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Енді қамырымыздың арасына осылай бөлме температурасында тұрған сармайдан кезекпен кезек жағып шығатын боламыз. Барлық қамырларды жинап болғаннан соң, ең соңында осылай қамырымызды 4 піштетіп видеодағыдай орап шығамыз. Және ең үстінен оқтаудың көмегімен осылай ұзынша етіп жайып шығамыз. Енді круассанның формасын келтіретін боламыз. Осылай 3 бұрышты ұзынша формаларды кесіп алып, круассанның ең басын кішкене кесіп, осылай орап шығатын боламыз. Круассандарымызды пешке қоятын ыдысқа орналастырып, бетін жарты сағатқа жауып, жарты сағаттан соң жұмыртқаны сарысынан жағып шығамыз. 180 градус қызып тұрған пешке 40 немесе 50 минутқа салып круассанымызды пісіріп аламыз.
Біздің круассандарымыз дайын, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Жақындарыңызды тәтті ас дайындау арқылы қуанта беріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.